Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін мен үшін өте қиын тақырып. Көбінесе туыстарым, достарым, қазақ халқын, Қазақстанды неге соншама ойымдайтынымды маған айтады, ұрсады. Бірақ менің қазақ халқым, қазақ отанымды сүюге ешкім тыйым сала алмайды. Сондықтан мен қазақ халқым үшін күресемін. Кейде мен бульварды жағалап жүремін, жаяу жүремін. Онда үйсіздер алқаш бомж жиналып жатыр. Олардың арасында қазақтар да көп. Олар қазақша сөйлейді. Мен бір рет өтіп бара жатқан, маған бір қазақ алқаш бомж айқайлайды. Братан, темекі бар ма деп. Братан. Қайдақ братан. Қызық болды. Басқа халық бомждар бөлек жиналады. Қазақ бомж алқаш бөлек жиналады. Бұларына осы қалай қарайсыздар? Дұрыс па не? Қазақтарда ежелден бері уақыттан үйсіз алқаш бомждар болған емес. Ал қазір бар. Бұл қалыпты жағдай деп ойлайсыз ба? Қазір жұмыс көп. Құрылысшы, сатушы, менің кәсіпкер достар таба алмайды ғой, жүреді. Амына арақ ішіп жатыр ғой. Жұмыс істемейді, алқаш бомж. Ұятқа қалдырады қазақтарды. Біз ардагерлер әлеуметтік үйлерге жиі шаралар өткіздік біз. Қарттар үйінде концерт өткіздік біз. Онда басқа ұлт өкілдері көп. Бірақ қазақ бар, қарттар бар. Бір рет бардық, қасыма бір қазақ әжесі шықты. Мен онымен қазақша сөйлестім. Ол кісі маған балам деп айтқан. Мен бұл әжеден тікелей сұрадым. Әже, сіздің балаларыңыз бар ма? Жауап ретінде әже басын төмен бұлай түсірді, бұлай ұятқа қалды. Мен оның ұлы немесе қызы бар екенін, тіпті бірнеше баласы бар екенін түсіндім. Оны ренжітпеу үшін мен одан бұл туралы сұрамадым. Бұл қалай, дұрыс па деп ойлайсыз ба? Қазақтар өздерінің қарт ата-аналарын тағдырдың жазуына тастау ең қорқынышты ұят деп саналған. Ал қазір кейбір қазақтар ата-аналарын жайбарақат тастап жатыр. Мен анасын қарттар үйіне тастап кеткен адамдарға, қазақтарға айтқым келеді. Сендер анаңызды қарттар үйіне тапсырғаныңыздай, өз балаларыңыз да сізді қарттар үйіне тапсырады. Көресіңдер ғой. Балалар әрқашан ата-анасынан кейін қайталайды. Ал балалар біздің айтқанымызды емес, не істейтінімізді жасайды. Мен әжем революцияға дейін қазақтарда ешқашан тастанды қарттар мен тастанды балалар болмағанын айтты. Құдай ата-әжесіне бала шаға бермесе де, мұндай қарт адамдарға да аулда және дастарханның артында орын тапқан болған. Басқа тақырып. Жақында маған менің жолдасым ауған соғысының ардагері қоңырау шалды. Оның жасы 60-тан асқан. Айтады маған, мен үйде жатырмын дейді. Сұрасам, не болып қалды деп. Оны ескі көлігі бар, Volkswagen Passat па, ескі. Осы көлікпен емханаға барды. Мына шал. Көлікпен бұрылып бара жатып, көліктегі қазақтың жігітін байқаусызда жіберіп алған жоқ дейді.
Бұл жас жігіт 25-30 жастағы қазақ кішкентай, екіде есебіне кішкентай. Ардагерді басып озып, жолды жауып тастады. Сосын ана айтады ғой, шал айтады, көліктен шықты жігіт, қатты айқайлап, қарты боқтап сөйлей бастады. Содан кейін жігіттің шалды бетіне ұрды дейді. Мен сұрадым, сізна сен хотя бы номерді есіңді сақтадың ба деп. Жоқ деді. Құлап қалдым, қайдағы байқан жоқ бұнан номерді. Қазір айтады, мен үйде бетіне көгерген күйде жатырмын дейді. Ол инфаркт пен инсульт болған. Мына ардагер ішінде арасында біреу денсаулық жақсы жоқ. Оған қозғалу қиын, мүмкін ол дұрыс бұрылмаған шығар, кім біледі ол. Бірақ осының арқасына ардагерге, мүгедекке қол көтеруге бола ма? Қалай қарайсыз? Мына жігіт, мүмкін сен мені көріп отырсың ғой, да? Сен жігіт емессің. Біздің ата-бабаларымыз нағыз батырлар болған. Қазақ қарттарды, әжелерді, балаларды жаудан қорғады. Ал сен қолында әрең жүретін қарт ардагерге көтерді. Сен адам емессің, адам болмайсың, көресің. Қартай кезде сен жастар саған қол көтереді. Көрдіңдер ма? Келесі тақырып мына. Біздің абырой ардагерлер одағы балалар үйінде шаралар өткіздік біз. Негізінен балалар үйінде басқа ұлттардың балалары көп. Метеистер көп, білмейсің, қай ұлт білмейсің. Бірақ таза қазақтар бар. Әсересе балалар үйінде қазақша сөйлейтін кішкентай қазақ қызы болғаны мен қатты ренжітті. Біреу қазақ қызын балаларын үйіне тапсырды. Ежелгі уақытта егер ата-анасы қайтыс болса, жетімдерді, ұлдарды, қыздарды әрқашан жақын немесе алыс туыстары алып кететін болды. Ал қазір жетімдер үйіне тапсырады. Көрдіңіз ба? Мен қазақтың жетімдер көргенде қатты ренжіп қаламын, уайымдаймын. Шын айтып отырмын. Бұл қыздар ең болмаса балаларын балалар үйіне тапсырады. Бірақ қазір кейбір қыздар бар, ауылдан қалаға келіп, осында жеңіл мынандай қыдырып жүреді. Қыдырып жүргенде кейін жүкті болып, босанып жатқаннан кейін қыста тірі өзі сәбилерді қоқыс жәшігіне, өзенге, әжетханаға тастайды. Бұған алдаған жігіттер де, оларға сенетін қыздар да кінәлі. Біздің қазақтардың ата-бабаларымыз басты байлығы балалары болған. Тіпті қолды балаларға көтеруге болмаған. Ал бұл адам емес қыздары өз періште сәбилерін өлтіреді. Мен қазақ қыздарын өзі сәбилерін өлтірмеуін өтінемін, сұраймын. Әйтпесе бұл қыздар мен жігіттердің жаны тозақта жанып кетеді. Қазақтар, жігіттер, қыздар, осының бәрін көргенде мен халқымның, отамның болашағы үшін қатты уайымдаймын. Қазақтардың жаулары көп қазір. Егер осылай жалғаса берсе, біз халық ретінде, ұлт ретінде жоғалып кетеміз. Сіз бұл туралы не ойлайсыз ба? Пікірлеріңізге өз пікіріңізді жазыңыз, лайк басыңыз. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.